Жақсы, ендеше саламатсыңдар ма? Бастайық. Бұл бізде нұсқа Ассалаумағалейкум. талдау, 9-шы нұсқа талдау екен бізде. Уағалейкумассалам. Кеттік, бастайық ендеше. Кері байланыс берейік, осындамыз ба? Белгі берейік. Дыбыс шығарайық, реакция жіберейік. Ағай, осындамыз. Жақсы, керемет, кеттік ары қарай. Иерархиялық деректер базасынан бастадық. Деректер қоры тақырыбына әлі жете қойған жоқпыз, бірақ дегенмен де толықтай барлық бөлімдерден сұрақтар келеді. Иерархиялық деректер базасы. Деректер қоры құрылымына қарай бізде реляциялық және реляциялық емес деп бөлінеді. Оның ішінде реляциялық деген басқаша атауы кестелік, яғни ол байланысқан кестелерден тұрады. Ал иерархиялық деген ол реляциялық емеске жатады. Ол мысалға мектеп болатын болса, оның ішінде оған бағынышты сыныптар болады. Мысалы 10-шы класс, 11-шы класс, 12-шы класс деген сияқты. Оның ішінде тағы да 10-шы классқа бағынышты 10-шы А сыныбының кестесі болады, Б сыныбының кестесі деген секілді. С сыныбы и сол секілді. Мынау иерархиялық. Біреусі басыңқы, қалғандары соған бағынышты. Және желілік деген түрі бар, ол жерде еркін байланыстар. Мысалы бізде мынандай 3 кесте болатын болса, біреусі мысалы тек мынамен байланысу мүмкін. Ал мынау екеуімен байланысу мүмкін. Мынау барлығымен байланысу мүмкін. Мынау еркін байланыстағы бұл желілік деп аталады. Желілік. Бұл деректер қорының құрылымына қарай бөлінуі мынау иерархиялық. Демек, бұл жерде жауап қайсысы сонда? Тәуелділігі дегені ма? Тәуелділік, дәл солай, тәуелділік. Иерархия деген тәуелділік. Өте жақсы, кеттік ары қарай. Ақпаратты тарату ортасының типтері. Сымды, сымсыз. Сымдық, сымсыз дұрыс. Мына жерде бірақ логикалық алгоритмдік деген жоқ. Мына жерде масштабты деген жоқ, серверлік ранттық деген жоқ. Бұл жерде мына Wi-Fi дұрыс. Негізі Wi-Fi сымсыз жүйесін, сымсыз тарату ортасына жатады. Бірақ мына жерде енді бөліп жазып қойыпты. Бұл енді нұсқа, бізде платный нұсқа, ол жерде қате болуы мүмкін. Еду тесттікі, по-моему. Кеттік ары қарай. Сұрақ бар ма? Желілер туралы өткенбіз, е? Жоқ, сұрақ жоқ. Кеттік әрмен қарай. Б1 ұяшығындағы формуланы С1 ұяшығына көшірген болса, С1 ұяшығының мәні қандай болар еді дейді. Бұл жерде біз сілтеменің 3 түрін көре аламыз. Мысалға, мынандай түрі, бұл бізде салыстырмалы деп аталады. Бұл ұяшықты көшіру кезінде, оңға солға көшіру кезінде әріп ауысады, салыстырмалы түрде астыға үстіге саны ауысады. Яғни, мысалы формуланы B3-те тұрды десек, оны біз С1-ге ауыстыратын кезде ол оңға астыға ауысады. Демек, А2 тұрған жерінен тоже оңға, тоже астыға ауысып, мына жерге келеді екен. Бұл салыстырмалы сілтеменің түрі. Енді келесі бір жерде біз кездестіріп тұрған жоқпыз, енді оны бірақ білуіміз керек. Салыстырмалы, мына жерде абсолютті тұр міне. Абсолюттін айта салайын. Абсолютті бұл әріптің алдында доллар тұрады, және санның алдында доллар тұратын болса, сан деп әріп жазып қойғанша. Онда бұл абсолютті. Қалай? Абсолютті ешқандай өзгеріссіз көшіріледі ғой. Өзгермейді дұрыс айтасың. А3 деген өзгеріссіз кетеді. Иә, өзгермейді. Ал аралас деген бар, егер доллар мысалы тек әріптің алдында тұрса, немесе доллар наоборот тек санның алдында тұратын болса, бұл аралас сілтеме. Мынау сілтеменің түрлері. Енді осыған түсінік пайда болса, мынау формуланы мына B1-ден С1-ге, яғни бұл оңға қарай жылжиды. Оңға жылжу кезінде мына абсолют сілтеме ауыспайды, ол дәл сол күйінде А3 болып қалады. Көбейтілген. B2 оңға жылжиды. B2 негізі тұрған орны міне мына жерде етін. Бұл оңға жылжиды да С2 болады. С2 қосу. А4-тің тұрған жері міне, бұл да оңға жылжиды, себебі міне формула оңға кетті. Ол сонымен B4 болады. Жауабын айтайықшы. Жауабы 17 болады. Иә, бірінші қай амал орындалатынын да есепке алу керек. Көбейту орындалады. Бірінші көбейту орындалады, содан кейін барып қосу амал, сол үшін 17 болады екен.
Жақсы. Егер қосуды бірінші орындап қойсақ 27 ма, сондай шығады. Ол дұрыс емес. Егер варианттардың ішінде болатын болса, случайно кездесіп қалса, қателесу қаупі бар, Жақсы. Кері байланыс берейік. Бәріне түсінікті болса, алдыға жылжиық. Түсінікті. Керемет, кеттік ары қарай. Так, логикалық сызбаның формуласын көрсетіңіз дейді. Бұндай жағдайда біз әлдетте соңынан бастайтынбыз, Өттік қой бұл тақырыпты бәріміз. өттік. Демек, Ортасында конъюнкция тұрады. көбейту болады ортасында, дұрыс. Сосын бір бетінде А тұр, Мына Аның өзі ғана тұр. Екінші бетінде жауап керек емес, түсіндірейік. Инверсия қате емес пе? В қосылған инверсияланған В болады. Мынау инверсия емес қой, мына бір кіріс, екі кіріс тұр ғой. Бұл Жоқ, дизъюнкция. астында В инверсияланып тұр. Дизъюнкция. Мынау дизъюнкция, мынау инверсия. Бұның терістелген мәні қосылған, бұның өзі ма? Онда Инверсия ол. қай вариант? Мінді ғой инверсия үстін. Д вариант. Сосын мынаны міндетті түрде жақшы қалу керек, өйткені көбейту бірінші орындалып кетпес үшін, Д варианты. Мынау не үшін дұрыс емес? Б инверсияланбаған. Көбейту тұру. Алдында. Көбейту тұру. Бұл дұрыс қой көбейту. Мына жерде көбейтіп жіберіп тұр. Мына жерде көбейтіп жіберіп тұр, мынау дұрыс емес. Мына жерде қосып жіберіп тұр, наоборот. Дұрыс. Мына жерде Б-ның өзі жоқ вообще. Мынау дұрыс екен. Жеңдік қой. Жеңдік аға. Күшті. Керемет, кеттік ары қарай. Ақпарат көлемінің формуласы дейді. Бұл Хартли формуласынан алынады. Қайсы ақпарат көлемін анықтайтын формула бұл жерде? Ай тең К көбейтілген Ай. Ай. С. К көбейтілген кішкентай ай, N тең 2-ның ай дәрежесі. Дұрыс, Дұрыс айтасың. Мына жерде мынау ақпарат көлемі. Мынау не? К деген. Символ. Символ ғой. Қаяқтағы символ? Көлемінің саны ма? Мәтіндегі символ саны. Мынау ше? Бір символ салма. Бір символ салмағы, дұрыс айтасың. N деген? Алфавит Ақпарат қуаттылығы. қуаттылығы. Жарайсыңдар. Жақсы жаттап, біз бұл тақырып өте керекті тақырыптардың бірі. Бұл тақырыптың тарауынан әр вариантта 10 сұрақ болады. Жақсы. Желідегі пакеттердің адрестелін іске асыратын хаттама дейді. Мәссаған. Бұған жете қоймады ғой, дейме? IP адрес пе? IP, дұрыс айтасыңдар. Хаттама деген орысшасы протокол. Және де IP деген бізде интернет протокол. Ағылшынша жасау керек еді. IP деген интернет протокол. Бұл желідегі пакеттер маршрутын қадағалайды, немесе адрестелуін деп те айтсақ болады. TCP тасу протоколы. Наларды біз білмейміз. Бұлдыра отыр. Қалғандарында нормаль ма? Нормаль. Бір ғана адамда бұлдыраса, соны интернеті сет ұстамай атқан шығар. Шығып қаттырып көр. Дұрыс айтады. Программа нәтижесі. X 1-ге тең дейді. Мынау шарты орындала ма? Мына шарт ақиқат па? Орындалады. Екі үлкен. Демек бұл ақиқат. Демек ішінде команда тоже орындалады, X-тің жаңа мәні неге тең болады? 2-ге ма? Себебі мына X-тің қазіргі мәні 1, қосу 1, тең 2. Так, мына жерде не шығарам дейді? X is 2. X деген тырнақшада тұр, сол себептен бұл X деп шығады. X-тің өзінің мәні қазіргі 2, сол үшін X is 2. Міне С жауап, Солай ма? Жақсы, кеттік әрмен орай. Def операторының қызметін білеміз ба, не істейді ол? Функция іске қосу, жариялау. Только функция емес, негізі ол процедураны да жариялайды. Яғни def бізде процедураны және функцияны жариялайтын қызметтік сөз. Және басқаша тілмен, қалай айтсақ болады, ішкі программа деп айтсақ болады. Процедура мен функцияны біз бір сөзбен ішкі программа деп атаймыз. Оны іске қосады және жариялайды. Өте жақсы. Сұрақ бар ма? Бұл Python, бұл жақын арада жетіп қаламыз болғанда. Жоқ, Жақсы, кеттік арай. Логикалық сызба бойынша логикалық өрнекті көрсетіңіз.
мәссаған. Қалай көрсетеміз? Ортада бір дизъюнкция. Аха. Жанында инверсияланған А мен Б-ның конъюнкциясы. Так, екеуі де инверсияланған ба? Жоқ, бірінші С болады ғой. біреуін не қылса болады. Ана бөлім шыққан. А инверсияланған, иә? Иә? И Б екеуі көбейтіледі, солай ма? Міне. С варианты болады ғой. Мгм. Так, мынау ше. Б мен С-ның ортасында қандай амал? Конъюнкция. Конъюнкция. Амберсон. Ондай бар ма бізде вариант? С варианты. С вариант келіп тұр. Б не үшін дұрыс емес? Ода А. А мен В-ны қосып жіберді. Міне. Көбейтіп жіберген ғой. Қачан ғой? Мгм. Мынадан шатасу оңай, мынаны байқамай қойға болады. Сол үшін абайлау керек. Мынада не қате? Бұл да қосып жіберген ғой, бұл менсін. Дұрыс айтасыңдар. Бол, значит дұрыс, болды, жеңдік. Сұрақ бар В ма? мен осы С-ны сұраққа? қосып жіберді. Жоқ. Жоқ, болатын болса, кеттік ары қарай жалғастырайық. Дұрыс жауапты таптық. Абсолютті сілтемен көрсетейікші кәнекей. Б ма? Б. Екі В. Мынау қалай атылады? Аралас. Аралас. Аралас, мынау. Салыстырмалы. Дұрыс. Мынау Салыстырмалы. төртіншісі аралас. Бұл да Аралас. аралас. Енді сендерге бір логикалық сұрақ осы Excel-ге қатысты. Қазір мен бір деген жазамын. Так, мынаның арасынан қайсысы немесе қайсылары сілтеме бола алады? Біріншісі бола ала ма? Сан алдында тұрса қалай ол? Болмайды ол? Боламайды, дұрыс. Боламайды. Так, бұны көрінетіндей қылып қойық. Боламайды. Екіншісі. Екі не бір деген Мынау А, боламайды ол да. А, В, А5 деген болады. Қалай? Бұда болмайды. Мынау боламай ма? Иә. Жарайды, бақа қоя тұрайық. Мынау ше. Бола ала ма? Үште болмайды. Бола алмайды. Мына жерге сан Жоқ. қойды ұмытып кеттім ғой. Допустим, 100 дейікші. Мынау бола ала ма? Болмайды. Бұл Жоқ, екеуі как екі раз дұрыс. бола алады. Қалай екенін көрсетейін. Бұны біз білуіміз керек. Excel-де мысалы біз білетін шығармыз. Бағанның саны қанша Excel-де? Қанша баған бола алады? Алфавиттің санына şimdi. 16 ма? 16 бола алады ма екен? Бірден Сан алфавит көп сан болады ғой 15 төрде. иә. Так, міне. Көп Excel-де сан болмай ма? 16.000 шамасында. Енді ойландыршы, A, B, S, D, E, Бәсе. Z-тен кейін бітіп қалғаннан кейін не болады? Міне алфавит бітті Z-пен. Бақта, міне Z-пен бітті. Дальше AA деп астына- жалғасады. Демек, астына мына түсіне ме? яшықтың адресі AA2, иә? Дальше, ZZ-тен кейін не болмақ сонда? Біз ол жағын көрмеген екенбіз ғой. Енді ол Ойбай, жаман болып қоймын. Қолданып жүрген кезде вообще көрмегенбіз ондай. Қолданбаған Қолданып екен. жүргенде білмеймін. вообще көрмегенбіз. бұл жаққа дейін жетпеген шығарсыңдар, бірақ кітапта бар негізі, баған саны бар және жол саны максималды. Міне. Қараңдаршы, үш әріпке кетіп қалдық. А, Л, К міне. Бұл жаққа дейін А, қолданбайтын К 1 шығар. деген яшық. Демек, енді қайттан қарайық. Демек, ол А, Б, А5 болуы мүмкін, е? Иә, ұбт-да мүмкін. бірнеше дұрыс жауабы бар осындай тапсырма келді дейікші. Ода вариант көп болады ғой. Сөйтеді да мына А5 деп тұрады да. Қайсысы дұрыс десе, мынаны точно белгілейсіңдер. Мына екеуін дұрыс емес деп қалдырып кететін едіңдер, е?
Обязательно ғой. Ал қазір біз білеміз, что бұл 16 мыңнан аса бағандар бола алатындығын, сол себептен де мынау да дұрыс ұяшық болып саналады. Жеңдік қой. Кеттік әрмен қарай. Алфавит қуаттылығы. Не ол өзі алфавит қуаттылығы деген? Алфавиттегі символдардың саны ма? Иә, алфавиттегі символдардың саны. Ондай вариант бар екен. Саны кәні. Міне. Так, ақпарат көлемі қандай әріппен белгіленеді? Үлкен ай. Дұрыс Үлкен ай. айтасыңдар. Так, арифметикалық амалдар саны ше? Кішкентай ай ма? Ондай жоқ Жоқ, қой. оқылмай жоқ қой бәсе. Алфавиттегі символдардың салмағы. К. Кішкентай. К. Кішкентай ай. К деген К. символ саны. Болды ғой, жеңдік қой. Кеттік бар қарай. Жеңдік. Алақай. Интернет желісіне қосылған компьютер міндетті түрде ие дейді. IP адрес. Домен атауына ма? Жоқ, домен атауы бұл сайттікі. Домен сайтта болды, IP адрес жасал. IP адрес әрбір компьютерде болатын. Әрбір компьютерде Ай, IP айтып адресіз интернетке кіре алмаймыз. Білетін бе едік оны, IP адресіміз болмаса интернетке кірмейтінімізді? Уникально. Айтқас. Нұржан айтқас. Соны есі Иә, өйткені бұл Ағай, интернет сол IP адрес туралы бір сұрақ болып тұр. Иә, айта бер. Короче, мен IP адрес арқылы біреудің информациясын қалай алсам болады? Ой, мына хакер IP-ді қолданып алмайсың ғой. Оны программа қолданып аласың. IP арқылы түк істей алмайсың. Главное IP бар ғой, білесіз ба? Mac-ті білсең де түк істей алмайсың бәрі. Ағай. Сонымен бір желіде отыру керек, ол үші өзі рұқсат беру керек. Оға жатылапсың ғой. Ссылка істесе, ссылка, фишинг ссылка істе, да? Я өйтпістегі болады, сосын ол өзі байқамай рұқсат береді да, кіріп кете саласың. Иә, сол дұрыс қой. Жоқ, ең маған дұрысы. фишинг ссылка істеп көрдім, ол болмады. Что-то IP керек болып тұр маған. Ең дұрыс ыңғайлысын айтайын ба? Флешка аласың да, новый флешка сатып аласың. Сөйтіп жаңа ұрлағың келетін адам үйіне барасың да, компьютеріне сұғып жазып ала бересің. Ағай, ұрламау керек, ақпарат, информация өшіріп тастау керек, ішінде өшіріп тастау Онда керек. тем более, онда эконом флешка сатып алмайсың вообще. Ештеңе сатып алмайсың, барасың да, компьютерге отырып өшіріп тастайсың болды. Нұржан қоймайды кетсін. Ағай, өшіріп тастадым, бірақ қайтып восстановить етіп алды ғой оны. Қалай істеген, вообще түсінбедім мен. Корзинкадан өшіріп. Мен білмеймін. Корзинада қалып қой. Ағай, корзинада да қалған емес, мен барлық жерден өшірдім, бірақ дисктан восстановить жасауға бола ма не, маған сол қызық болып тұр. Болады. Білмеймін. Восстановить етіледі дискіден. Ебай. Кеттік, бұл жерде келесі сұрақ. Суретте компьютерлік желінің аумақтық таралуының түрі. С варианты ма? Аймақтық желі емес пе? Иә, аймақтық желі. Ауқымды мен нағанда я деп қойыппын ғой. Ау деп басталады екен да. Ауқымды желі ол WAN деп аталады. World Area Network немесе GAN деп аталады. Global Area Network. Бұл ауқымды. Жергілікті деген LAN. Аймақтық деген MAN немесе ол да кейде GAN болады. В общем, қызық. Персоналды пам ба? Жоқ. Бұл персоналды желі бар негізі өмірде. Бірақ біздің бағдарламамызда жоқ ол. Оқу бағдарламасында. Негізі өмірде бар. Біздің оқулықтар тізімінде кітаптардың арасында мектеп баспасында бар ғой деймін. Одан ретке келеді. Ол бір ғана баспада болатын болса, ол ұбт-да келмеу керек негізінде. Ал қалған баспаларда осы үшеуін ғана айтады. Жергілікті, аймақтық және ауқымды. Екеуін қосып аумақтықты жеріппін ғой. Так, сұрақ бар ма? Жоқ, жоқ. Жақсы, кеттік әрмен қарай. Дерек қорында кестеге жаңа жазуды қосу операторы қандай дейді? Create database, да? Database. Не ағыл жердіңдір? Кестеге жаңа жазу. Create деген құру, жасау, database деген деректер қоры. Бұл деректер қорын құрады. Деректер қоры. Қорын құру. Кестеге дейді, кестеге осы. Update деген жаңарту немесе өзгерту.
Insert into емеспі? Так, delete қана қалып тұр ғой, сонда delete деген өшіру, жазба өшіру. Onda Так, A'da. енді асықпай жауап берейік. Так, кім айтады? Аблай айтшы. Абылай айтсын, Абылай. Бір дегеннен Ой, тапшы. мен. Тоқтаң onda. Бұл бізде A варианты ма ағай? Так, ойланып көрейік. Я, А дұрыс. А деген жазба қосады. Жазба қосу. Мына жерде жазуды қосу деген, жазба деген сөз орысша, себебі жазба деген орысша запись. Запись дегенде жазу деп аударып жүрген түрі ғой енді. Дұрыс па сонда А? Иә, жазба қосу. А дұрыс. 1000 ұпай. 1000 ұпай Аблайға. Python'da да сол insert деген жаңа не қосу емес па, иә? Иә, insert бар Python'да. Тізімге элемент қосатын кезде. Append бар, extend бар, insert бар. Қосу деген сөз ғой. Жақсы, кеттік бар қарай. Кеттік ағай, кеттік. Әдемі. 1000 ұпай болды. Ағай, Pythonға жеттік па негізі? Негізі сәл қалды. Бұйыртса жетеміз амандық болса. Так, this list дейді тең apple, banana, cherry дейді. Orange'дің өзін ала ма тек қана? Бұны append не істейді, жаңа ғана айттық қой. Соңына Ашам. қосады емес па? Иә, соңына Қосады. бір элемент қосады, дұрыс айтасың. Сонда не болмақ? A болады да. Apple, banana, cherry, orange. А болмайды. Өтірік айтам, болады. Болады, А дұрыс. Неге мынау тұса дұрыс емес? Бір сіз қана үстіндегі екі нүктерге байланысты, екі түрге. Біреулік тырнақшалар қолданылған дұрыс, сол себептен де бұл болмайды. Мына жерде двойной тырнақша, себебі неқта двойной тырнақша. Болды. Сұрақ? Жоқ, Жоқ болса кетті онда. Аудио файлдарының кеңейтілуі дейді. Бұл негізі ұбт-да келмеуі керек. Дос AV MP3 ме? AV деген видео, MP4 видео, BMP деген сурет. DocX деген не ол? Файлдың несі ғой, құмы ғой. Қандай файл? Документ. Word. Word'тың Word, файлы иә. doc. AV деген видео. Так, енді кім жауап береді? Келесі. Аружан айтшы, қайсысы дұрыс? Аружан Расы ағай. сама? Сенімсің ба? Иә, сендім. 10.000 очко. Ағай, бұндайға тек мен жауап беретін. 100 очко. 100.000 очко Аружанға болды. Сен ұтылдың, Аблай, сенде 1000 очко. Так, кеттік ары қарай, келесі. Тағы келесі сұрақтарда сәттілік. Өлшемі 200 килобайт файлды 25.000 секундына 25.000 бит жылдамдықпен қанша уақыт ішінде тасымалдауға болады дейді. Бізде тыны табу керек, ондай болса. Так, қандай формуладан тыны табу керек? Айтсе формуланы біз білмейміз. VQT. V тең Q көбейтілген T. V деп оқылатын ба? Иә. Жарайды, сөйтіп оқылатын Иә. шығар. Ойландыруға мұрсат бермедіңдер ғой. Түрлендіреміз енді. Т тең. Так, V бізде V бөлінген Q. V бөлінген Q. Так, Енді Q бізде 225 мың. 25 мыңда 200-ге береміз, сонда Өлшем Қанша шығады? бірліктері әртүрлі ғой. Бола бере ма? Бәрі білмес сендерге. 200-ді 1024-ке көбейтіп, содан кейін 18-ге көбейтіп алу керек. Дәл солай. Сонда қанша болады? 204.800. 200-ді 1024-ге көбейтіп, оны 8-ге бөлеміз, а? Көбейтеміз. Жоқ, 8-ге көбейтеміз. Тең болады. 1.638.400. Сразу жауап па не? Жоқ, сұра жауабы 65.536. 1 миллион бірдеңе шілдеңе. Несін айтқан ғой, оларға. 1 миллион қалай? 630 кәс. 638.400. 638.400. 638.400. Дұрыс. Дұрыс жауап С, ағай. Өлшем бірлік.
Bit. Секунд, сен секунд, Ә, секунд, сен секунд. мына жаққа қарасаңшы, Бит с деп секунд. жазылып тұр. Е. Мен дұрыс Маған бар. бит жазған. 100 мың ұпай. Ай. Болды. Болды. 200 мың ұпай. Тегін ғой. Бәріне 200 мың ұпайдан. Так. Кеттік бары қарай. Так, Кеттік. Келесі сұрақ 100 ұпайға. Электрондық Ну, кестеде да вот формула қандай айтады. бөлінеді? Тең. Теңмен өсті да болады. Тең дұрыс айтасыңдар. Теңмен басталады. Бағана да бір көргенбіз, бүйтіп басталатын. Так, сосын енді сұрақ сендерге өте қиын сұрақ, тағы да Кейде қызық. плюспен, кейде минуспен басталады. Өтірік, ондай болмайды. Кітапта сөйтіп берген ай. Плюспен, минуспен басталмайды. Плюс пен минус ол арасында қолданылады амалдарды, мысалы, бүйтіп қолдануға болады. Так, мына жерде қайсысы формула, қайсысы функция, айтайықшы. Екіншісі формула. Екіншісі функция, екінші бірінші функция да? формула. Мынау формула. Формуланы қолданушы өзі жасайды. То есть өзі есептеулер жүргізу үшін ұяшықтардың сілтемелерін қолдану арқылы қолданушы жасаған формула мынау. Ал мынау кірістірілген функция max деген. Болды. А2 мен V4 максимумын есептейді. Аралығын алады мынау. Былай істесең максимумды алады. Өтір нүкте. Яғни қос нүкте бізде аралық. Минимум болса минимум алады, сырзнач болса орта мәнін алады, орташа мән. Дәл солай арифметикалық орта. Өтір нүкте болса, ол жеке. Екеуін ғана алады. Болды ғой, сұрақ бар ма? Жоқ. Қандай жақсы, кеттік ары қарай. Мәссаған, мынаны не істейміз? Қиын ғой мынау. Қиын ғой, мама. X-ті true болса, false болады. False бен false-дың қосындысы false береді. Мына жерде ма? Ол қате Біріншісі болады. орындалмайды ай, біріншісі орындалмайды. Мынау 0 болады, мынау итак 0, ордан 0 шығады, иә? Мен Біріншісі орындалмайды. орындалмайды. Мынаған қарайық. Мынау 0 болады. Мына жерде, Нөл. так, бірінші көбейту орындалады ғой. Not Y қанша болады? True. Бір болады, Бір бір, болады. Z деген 0. Нөл. N-тан не шығады? 0 шығады. 0 шығады. 0 мен 0. 0 мен 0 нөл қосқанда болады. бұл екіншісі орындалмайды ай. 3-ке барады да. Бәрі орындалмайды, үші орындалмайды. Not X деген не болады? False болады, 0 болады. Не үшін true'ді not десек? Дұрыс айтасың, мен қателестім. True'ді not десек, false болады, дұрыс. Мына жерде көбейту тұр, not Y ше. Бір болады. Бір болады, Көбейтсек? бір. Так, or 0. Бәрі Бір бір болады, шығады. бәрі бір болады. 0-ге 0-ді қосасың, сонымен мына екеуін қоссаң, 1 шығады, иә? Демек, қайсысы орындалады? Ерасыл айтшы. Print 4. Ерасыл, қайсысы орындалады? 4 орындалады. Не үшін 4 орындалады? Біз мынаны шартын қазір ғана ақиқат қылып шығарып бердік қой. Print 2. Мына жерде ақиқат шыққан Ақиқат жоқ па? болған кезде ғана ма сонда? Ақиқат болған кезде ғана. Онда print 3 шығарады да? 3 шығарады, иә. Егер мынаның ешқайсысы орындалмаса, мынау 4 шығатын еді. Ал қазір бұл орындалып тұр, біреусі. Сол себептен де Шарт сонда андай ғой, тек бір шыққанға дейін, ә? бір шыққанға дейін немесе, мысалы, мынаның ешқайсысы шықпаса, else любой Ана жағдайда print орындалады. 3 дейтін сонда нені білдіреді? Бұл бізде мына шартқа кірістірілген шарттың денесі. Мына шарт ақиқат болса, соның ішіндегі print орындалады. Ана else уже тексерілмейді. Мысалы, мына жерде мынау орындалғанда ішіндегі print орындалатын еді, мынаның ешқайсысы тексерілмейтін еді. Бұл күрделі шарт. Ал ешқайсысы, жоғарыдағы ешқайсысы орындалмайтын болса, else орындалады. Соңында. Түсіндік пе? Сұрақ бар ма? Жауап? 3. Дұрыс. Кеттік ары қарай. HTML-де қызыл түске hello сөзінің түсін өзгерту үшін қолданылған тег. Қызыл. Бір бола ма ай? Так. Так, қате, мына жердегі
мәтін қате. Бұл жерде hello деген сөз D тұрған болады. жоқ. D. Мына жерде де hello. Д болады ғой. Мына жерде кішкентай әріппен, мына жерде үлкен әріппен жазылған. Дұрыс. Давай. Бәс. Да, дұрыс жауап. Керемет. Болмайтын жерден ғой қате, иә. Мына Байқап тектердің қарасаң арасында орналасқан. логикалық екен ғой почти. Мына тектердің арасында орналасқан мәтін шығады ғой. Мынандай мәтін орналасса, по-любому hello шықпайды. Hello тұрса ғана hello шығады. Кері байланыс берейік, сонымен алдыға жылжимыз. Күшті ағай. Так, s тең 0. 4k in range минус 2-ден 8-ге дейін дейді. Pythonмен таныспыз ба? Мынау қандай алгоритм түрі? Range дейтін 8-ні өзі алмайды, оған дейінгі сандарды ала ма қалай? Иә, range деген диапазон, дұрыс айтасың. Минус 2-ден 8-ге дейін 8-дің өзі жатпайды. Үшінші сан тұрса ше бұл жерде, range'де. Үшінші сан нені білдіреді? Қалай тұрса сіз? Range'дің ішіндегі 2 сан тұр, 3 тұрса не болады? Үшіншісі. Онда ішінде Сол неге санға аттап өте ма? Дұрыс, сол сан қаттап өтеді, басқаша сөзбен ана ол қадам болады. ортасындағы сан аралығында қалып қояды деген сан мағына емес пе? Қадам деген сөз жаңағы үшіншісі. Так, сонда мынау k-ның мәндері ғой. Мен k-ның мәндерін бүйтіп бір бағанға жазып шығайын. K минус 2-ден басталады. Келесі қандай болады? Минус 1, Минус 1. 0. 0, 1, 2, 3, 1, 2, 7-ге дейін барады. 7-ге дейін. Дұрыс. Енді мынау k-ның мәндеріне қазір трассировка жасаймыз. Мынау k-ның минус 2 болған жағдайында, мысалы, s-тің мәні не болмақ? Минус 2 плюс 2 0 оқыды. Минус 2 плюс... Қандай минус 2? Бұл жерде минус 2 емес қой. S дейді бірінші. Мынау емес па S? S-тің қазіргі мәні 0 емес па? 0 дейді. Қосу дейді. 2-ні k-ға көбейтсең қанша болады? K-ның қазіргі мәні қанша? Минус 4 болады. Минус 4. Иә, минус 2 етін, оны 2-ге көбейттік. Минус 4. Сонда тең болады? Минус 4. Минус 4-ке. Минус 4. Пока дұрыс. S тең қаншаға? Минус 2. S тең, міне, минус 4 бірінші S-тің мәні тұр ғой міне. S тең дейді. S плюс 2 көбейтілген K дейді. S-тің қазіргі мәні минус 4. Демек, минус 4 қосу. Қаншан қосамыз? Минус 8. 2-ні қоспаймыз. Сонда не болады? Бірден есептеп өткенде ме? Минус 6 болады. Минус 6. Түсініп атырмыз ба? Қазір не болады? S тең? Минус 6 қосылған 0 болады. Дұрыс. Келесі S тең? 6 қосу 1. Минус 6 қосылған. Минус 6 қосылған 1. Минус 5. Минус 6 қосылған 2 болады ғой? 2 болады, дұрыс. Не, мен 1 деп жазып қойдым. Қосылған 2 екен, не үшін екен айтыңдаршы? 2-ге 1-ді көбейткенде 2 болады. Міне себебі 2 көбейтілген K. K-ның мәні бізде қазір 1, 1-ді 2-ге көбейтеміз 2. Тең? Минус 4. Минус 4. Ары қарай. Минус 6 плюс 4. Минус 4. Минус 4 қосылған 4 болады. 4. Қайдан білдік? Себебі міне K-ның мәні міне. Мына жерде S жазылып тұр. S тең дейді. S-тің бұрынғы мәні қазір минус 4 етін. Қосу дейді. 2 көбейтілген K дейді. Міне K 2. 2-ні 2-ге көбейтеміз 4. Түсіндік па қайдан шыққан? 0 болған жерден тоқтаймыз ба? Неге 0 болған жерден тоқтаймыз? Бұл өзі 8-ге дейін барады, яғни 7-ге дейін. Сол кезде тоқтаймыз ғой. Жоқ, 0 болған кезде ана алгоритм қайтадан жалғасады ғой деген ғой. Жоқ, ондай емес. Бұл ондай шартты емес қой. Бұл цикл бізде параметрлі. Бұл бәрібір до конца орындалады. Continue break болмаса до конца орындалады. Так, не шығады мына жерде? 0 шығады. 0 шығады. 0, ары қарай S тең. K-ның барлық қосылған. мәндері үшін орындалады ғой. Тоқтамайды ол. Аха. Плюс... 0 қосылған 6 болады. Жылдамдатайық енді. S тең. 6 қосылған 6 қосылған 8. 14. 6 қосылған 10. 24. 14 қосылған 10 деген. 24 қосылған 12. 36. Ей. Иә. 36.
36 қосылған 14, 50 болмасын жауабы. 36 болсаң ол 50 болады. Сонда С варианты деп қоясың. Ол варианты қалай? Мама? Иә, Әзір иә. қосар Түсіндік па қалай екенсің шыққан? Бұл алгоритмнің трассировкасы. Негіз біз ұзақ ойланып есептедік қой, әйтсе бұл жылдам өте. Плюс 1 ұпай. Сұрақ? Сұрақ Жоқ, жоқ. Кеттік ары қарай. Алгоритм түрлерін айтайықшы. Сызықтық алгоритм, циклдік алгоритм, тармақталған алгоритм. Үштісі болады ғой. Сызықтық, тармақталу, көрсеткіш деген жоқ. Циклдік алгоритм Тармақталу, болады. қайталану деген жоқ. Сызықтық, тармақталу, циклдік бар. Мына жерде қайсысы жоқ? Мына жерде қайталану Қайталану. артық шарт. Артық. Шарттық деген бар Шарттық ма? артық. Жоқ, Артық. дұрыс. Міне осы 3 ақ түрі бар алгоритмнің. Сұрақ? Жоқ болса кеттік ары қарай. Мәссаған, SQL. Create table бірдеңе көрініп тұрған жоқ му? Жақындату қот. Ой, ағай білеміз ғой, просто качество жаман болып тұр ғой. Бәрінде жаман ба? Иә. Нормально. Нормально, интернетке байланысты. Так, create table students, мына кетті да. Так, create table деген кестені жасауға арналған команда, онан кейін жазылатын кестенің аты, ал жақшаның ішінде нау тұрған өріс аты, одан кейін өрістің деректер типі. Мынау да өріс аты, мынау да өріс аты, мынау да өріс аты, мынау да өріс аты, және мынау өріс аты. Сонымен қанша өріс бар екен? 6 өріс бар. 6 өріс бар екен. 6 өріс бар екен білдік. Insert into не істейді? Insert into. Жаңа не қосатын. Бағана ғана өттік қой insert into'ны. Алдың сұрақта кездесті ғой. Сұрақ, insert into не істейді? Жазба қосады. Жазба қосады. Демек бізге қанша рет жазба қосқан? 5 рет. Демек 6 өріс, 5 жазба бар бізде. 6 өріс, 5 жазба. Да вариант ғой, мен біліп тұрмын. Так, ойландың ба жақсылап? 6 өріс, 5 жазба. Ол бізде да вариант ағай. Сенімдім. 1000 ұпайым тігем. Ох ты, бәрің тіктің ба, вабанк па? Дұрыс. 2 Вабанк. еселеп алдың сен қазір. Болды, 20 мың. Хорошо. Кеттік ары қарай. Прямо сейчас. Бір жазып қалды. Так, кеттік ары қарай. Келесі сұрақ. Ау? Так, ол бізде. Жоқ, шпайла ағай. Ештен. Құрамыз. С. Мәссаған, сразу ондай бар ма не? А, Так, соңында тұрған. Сот. кеттік. Басындағысы мынау қандай соңында тұрған? Дизъюнкция. Бірінші сыныпта болады, конъюнкция тұры. Мынау дизъюнкция, одан кейін X пен Y-дің арасына қандай амал? Конъюнкция. Сосын мынау қалай келген екінші бетіне дизъюнкцияның не? Теріс теріп келген, теріс теріп келген. X-ің инверсиясы. Сонда Сот. болды ғой, жеңдік қой. Жеңі. Кеттік келесі соңғы сұрақтардың бірі. Компьютерді пайдаланушыға арналған белгілі бір мәселелерді шешуге көмектесетін. Қолданбалы болады. Аспаптық. Ой, аспаптық емес. Аспаптық Инструменталды ғой, инструменталды. аспаптық. Ол не істейтін еді? Ол программа жасай ма? Python программа жазады. Дұрыс, кеттік келесі. Мынау соңғы тапсырма точно. Мына ерінтім ба? Так, Ай, ерінсең мұндай жылдамдатайық. Өскелі сынапсақшы. Бір қосу, мына жерде 2 болу керек. Мына жерде қанша болады сонда? 3. Мә.
2 болу керек. Сен бүкіл ұпайыңды ақ қойдық жазғана. Мына жерде 2 болу керек еді. Ойбай, жазамыз ба не бүйтіп? Бітті. 0, 1, 2. Сонда Қайтып сөйлесем 1 көбейтілген 2-нің 2 дәрежесі бұл бізде 4 болады. Мәссә, ұзақ келді болған слишком. Мынау ше? 4 қосылған 8, қосылған 16, қосылған 32. 16 не үшін қосылады? 0 қол. Мен жалпы айтамын. 32. Аха. 32, 64, 128. 105. Сонымен жауап. 5, 40. Так, 5, 13, 40, 45. 13. Hmm. 237. 237 ай. 237. D variantı var. Vay be, dört bitti ay. Ай бітіп кетті міне. Иә. Жиынтық қой. Бітті. Так, енді сұрақтарымыз болса, осы тестке байланысты, жалпы сұраққа байланысты, осы тапсырмаға, то есть, қалайық, ал кімде сұрақ жоқ, сау болыңдар, сабақ аяқталды.